Қараңыздаршы, Алладан шынайы қорқуда қорқыңыздар да, және дұрыс сөз сөйлеңіздер деп жатыр. Жақсы сөз сөйлеңіздер, жаман сөзден аулақ болыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді ғой. Мән кәне юмину биллахи вал яумил ахир дейді. Кім Аллаға ақыретке иман келтіретін болса, фәлияқул хайр. Жақсы сөз сөйлесін дейді. Жақсы нәрсе айтсын дейді. Болмаса үндемес дейді, қараңызшы. Сен сөйлегеннен көрі дұрыс сөз сөйлей алмасаң, ақыретіңе, өміріңе, отбасыңа, немесе жандаларға пайда келтіретін сөз айта алмасаң, үндемеген жақсы екен ғой. Өйткені неге бағана айтқандай, әрбір сөзіміз жазылып жатыр, құрметті ағайын. Сол үшін Алла тағала бізге не деп жатыр? Бізге дұрыс сөз сөйле деп бізге не қылып жатыр? Әмір етіп жатыр. Уақулу қаулан садида деп жатыр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, сөйлесең дұрыс сөз сөйле, болмаса мүлдем сөйлеме. Мынау ғалым ғұламалардың, тақуалардың бір белгісі артық әңгіме айтпайды ғой. Әрине кейде әңгімені жақсы көреміз ғой. Әңгіме айту керек, күлу керек. Былай айтқан кезде үндемесең, ішіңе жұта берсең, ауру боласың деп айтасың ғой. Бірақ құрметті ағайындар, адамдарға айтсаң, қарапайым мәселе. Күлдіретін шығарсын, күлетін, бақыратын шығарсын, бірақ күнә біреуді ғибаттап қойсаң, біреуді жамандап қойсаң, болмасаң бір болымсыз, немесе бір мағынасыз әңгімелер айтып қойсаң, оның сен күнәсін аласың да. Бірақ та адам баласы Алламен сөйлессеші, Құран оқыса, Аллаға жалбарынса, Алланың алдында жылайтын болса, барлық дәрін Алла тағалаға айтатын болса, оны адам босайды. Кейде адамдар білесіздер ме? Адам қиналған кезде біреуге келіп ішіндегі дәрт дейді ғой, бізде не дейді? Уай, қалай айтуға болады? Ішіндегісін бәрін біреуге жайып салған уақытта босап қалады ғой, көрдіңіз бе? Алла тағалаға жалбарынып жылаңыз, жеңілдеп қаласыз. Бұл айтқан уақытта сіз бос сөздермен өзіңіздің жаңағы дәптеріңізді толтырмаңыз. Періштелер сізге тек қана жақсы нәрсе жазсын иншалла.